Абайдың бірінші қара сөзінде абай өзінің осы 45 қара сөзді не үшін жазғаны туралы айтып кетеді. Ол ел бағу, мал бағу, ғылым бағу, бала бағу сынды нәрселерді қаламайтынын, осы қыл қаламды серік етіп алатынын туралы айтып кеткен. Абай жас кезінен-ақ өзі өлең жазу арқылы елге танылған болатын. Енді 45-ші қара сөзінде ол осы адамдарды надандықтан арылуға, білімге шақыруға үгіт насихат жүргізген. Ол ғылымды, ақылды үйрену керек екенін айтады. Адамды құртатын үш нәрсе: надандық, зұлымдық, еріншектік сынды нәрседен арылуға кеңес береді. Ол ғылым мен білімді ұштастыра отырып, халықты надандықтан арылуға шақырған осы қазағымыздың белгілі бір танымал тұлғасы болып елге танылған. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол өз киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек дұрыссыз. Ләкин өз дәулетінен артық киінбеу. Не киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, сақал мұртын, мүшесін, жүрісін, қас қабағын қолдан түзетіп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін, айран ішерім деп, солардың арқасында сыпайы жұғымды жігіт атанбақ. Өзінің қатарлас іргелестеріне әттең-ай дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен дейді оны болмаққа ойнамақ. Мұның бәрі масқаралық ақымақтық. Адам осы туралы бір ойланбасын, бір ойланса, кері адам болуы қиын болады.